Алып берейін ба? Мен тисім. Көмектес. Ыңғайсыз ғой, ішіңізден басылып тұрып қалды ғой. Бұлай көрсеңші. Көмектесем, мен көмектесем. Мен құлағын жапшы. Жап. Достар, интернеттен ақша табудың жолдарын іздеп жүрсеңдер, сендерге 1xbet сайтын ұсынамын. Бұл лицензионный сайт, және де оған тіркелу үшін регистрация басамыз. Регистрация. Промокод жазамыз. Промокод DUDKZ деп жазсаңдар, сендерге 100% бонус, және де депозитті 2 есе көтеріп береді. Вот, регистрация басамыз. Пропуститқа басамыз. Пропустить. Сосын 1x бонус деген жерде бонусные игры деген вкладка тұрады, соған басамыз. Сосын колесо фортуныға басамыз. Сосын осы айда iPhone X-ін 1 штук ойналтады, және iPhone 7-дің 10 штук, iPad mini және Mac Pro 9 штуктан ойналтады. Осыны айналдырсаңдар, біреу түседі, по-любому біреу түседі. Осыны айналдыру үшін, билет айналдыру үшін 293 теңге салу керек. 200 теңге, 93 теңге саласыңдар да, миллион теңге iPhone X, iPhone 7 бәрін ұтып аласыңдар. По-любому ұтып аласыңдар. 293 теңге саласыңдар да, ноутбук iPhone X ұтып аласыңдар. Сосын және де BMW X7 ойнатылады. Ол үшін 2928 теңге депозитқа саласыңдар. Все. Сосын автоматически сендер уже участвуйте етесіңдер. Бірінші орынға BMW X7, екінші орынға iMac Pro, үшінші орынға XS Max, және 10 орынға 10.000 бонустан беріледі. Мысалы 10.000 бонус, ол бонус саналғанмен 10.000 теңге деп саналады. Және де осы промокодпен сайтқа тіркеліңдер, және ссылкасы описанияда. Девушка, вашей маме невестка не нужна? Жігіттер, конкретно жиналып, қыздарға бармаймыздар. Қыздар, ұялмайсыңдар ма? Қастарына мен отырмын ғой. Қыз басымен мен отырмын ғой. Айналайын, мен сыртым еркек болған, мен ішім қызмен, мені намысым жібермейді. Сендер не мен сонда? Какой-то бір еркек деп ойлайсыңдар ма? Вообще ұялмайды, намыстарың жоқ екен сендердің. Кешір, брат. Кешір. Ойнаймын ғой, айкамас. Привет! Мен бүгін саған өлең айтуды үйретемін. Дұрыс өлең айту үшін бірінші дыхание. Ғабит, сен дұрыс өлең айту үшін не жасау керек екенін білесің бе? Иә. Не жасау керек? Дауысың күшті болу керек. Жоқ, дыхание дұрыс болу керек. Қай жерден? Дұрыс өлең айту үшін не істеу керек? Өлең айту үшін? Дұрыс өлең ауыз болу керек. Жоқ, дұрыс емес, әнді сезіну керек. Қалай сезім, олай мысалы. Менде қымыз ішіп әлі шығымсыр. Жігіттер, бүгіннен бастап тісімізді бір шотымен жумаймыз. Жеке шотқа бар. Жумаймыз ба? Жумаймыз! Жігіттер, бүгіннен бастап бір-біріміздің туршемізді емейміз. Кемейміз! Сосын жігіттер, бүгіннен бастап бір-біріміз қасымызға жатпаймыз. Нұрдәулет, сен менің қасыма жатпа. Жатпайым! Кетеміз, кесінеміз! Жүректі ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім. Осынып маған тәтті сезіміңді, түсіндің сен маған ненің керегі. Күттім, бақтым, сені іздеп таптым, сен шақырған тұңғиыққа баттым. Құлай бергім келеді, сендегі ол сезімге мұны шеретімне, ертең кеше бүгін бұрынғыдан мұн есе керексің маған, бұрынғыдан мың есе естеймісің бе? Әр
каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать все. Gitme. Хабарласасың болды ма? Болды. Какой-то айтам қайда жүрсің? Алло? Да, не істеп жатсың? Ей, саған қалқыма. Күшті. Ай, түрмін шалқыма. Сыртта. Иә, тыныш. Күшті сол, иә. Кім келеді? Мама. Бат, посмотрите. Келес. Ал сен, арин алсың. Ал сен атурим алсың. Табиғи Ей, сол, кабат, бұл тағы бір айтамыншы қазір. Иә, білмеймін бір жақсы біліп айтшы тағы бір қазір. Сол кезде өзім ғой. Мы жили в хрущевке вдвоем. Ішейін деген жоқ мен. Тебе не надоели мои. Білмеймін, бәрі айттың да өзің. Моя жизнь мне теперь не... Брат, қойшы адам осы тұрып настроен қашып бәрін. Телефон, брат. Кетші бар адам басын осы. Арқан піштірілген бала қалай жатады деші. Арқан піштірілген бала қалай жатады? Не үшін? Тик кетеді ауыртады.